Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кета блинныйдың құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, бұл блинныйдың ерекшелігі өте пайдалы. Кім дұрыс тамақтанғысы келеді, сол адамдарға арналған. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай блинныйымыз өте керемет, жұмсақ болып шыққан. Ең алдымен осындай чия тұқымын бір ыдысқа саламыз, және де оның үстіне 200-250 грамм қайнаған ыстық суды құйып, 2 сағат немесе 3 сағатқа қалдырамыз. Міне достар, біздің чиямыз дайын болды. 3 сағаттай ыстық суда тұрғанда осылай 2-3 есе үлкею керек. Келесі чияға жұмыртқа саламыз. 3 жұмыртқаны. Және де оған 1 ас қасық сұйық майды құямыз. Келесі 1 шай қасық алма сірке суын құямыз. Одан кейін жарты шай қасық қопсытқышты саламыз. Келесі қант алмастырғышты саламыз, яғни ол эритрит, подсластитель немесе стевия болуы керек. Достар, енді жақсылап венчикпен немесе вилканың көмегімен бір елкі консистенция болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, жақсылап майлап аламыз. Дайын болған консистенцияны кішкентай ожаумен блинныйдың барлық жеріне блинны пісіргендей құйып шығамыз. Блинныйдың екі жақ бетін 1 минуттан пісіреміз. Келесі блинныйдың үстіңгі бетін астыңғы жағына аударып пісіріп аламыз. Достар, табаны бірінші блинныйды пісірген кезде майлаймыз. Келесі блинныйды пісіргенде табаны майламауға болады. Өйткені келесінде біздің блинныйларымыз жабыспайды. Солай әрбір блинныйды жаңағыдай барлығын пісіріп шығамыз. Міне достар, блинныйлар дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа, сондай өзінің формасын жақсы ұстап, керемет болып піскен. Енді мен осы блинныйдың үстіне варенье құйдым. Сіздер шоколад немесе басқада өз қалауларыңызша басқада құйғыларыңыз келетін сиропты құйғыларыңызға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай блинныйымыз өте сондай керемет, жұмсақ болып піскен. Бастысы пайдалы блинный. Достар, осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады. Маған тіркеліп, маған лайк басуды, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.